Несептің түсі мен иісі қандай дерттен дерек береді? Сәлем достар, сіздермен бірге тән саулығы арнасы. Каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Несептің өзгеруі қандай да бір аурудың белгісі болып табылады. Жедел түрде тексеріліп, қажетті ем шараларын алу керек. Несеп биологиялық сұйықтық, оның жағдайы саулығыңыздан хабар береді. Бәріңіз де білесіздер. Қай ағзаңыз ауырып, дәрігерге барсаңыз алдымен несеп талдауын жасатады. Соның нәтижесіне қарай сізге ем жүргізеді. Демек, сіздің саулығыңыздың деңгейін несеп сараптамасы анықтап береді деген сөз. Жалпы дені сау адамның зәрінің түсі ашық сары болуы тиіс. Ал сұйықтықты көп ішетіндердің несеп түсі ашық түске боялады. Кейде жеген тамағыңыз бен ішетін сусыныңыз да несеп түсінің өзгеруіне себеп болады. Мәселен, қызылша зәрдің түсін алқызыл түске ендірсе, ал сәбізді көп жегендердікі қызғылт сары түске боялады. Ішкен дәрілер де зәрдің түсінің өзгеруіне себеп болады. Десе де зәр түсінің өзгергеніне жайбарақат қарауға болмайды. Оның түрлі түске өзгеруі мына дерттен дерек береді. Айталық, қою жасыл немесе қоңырқай түс билирубиннің көбейгенін білдіреді. Бұл кезде бауырды тексерту керек. Мүмкін гепатит, цирроз ауруларының басталғанын немесе өт қабына тас байланғанын байқатады. Бұлыңғыр қызыл түс, гломерулонефрит, бүйректің қандағы қалдықтар мен сұйықтықты сүзуге жауапты бөлігінің зақымдануы осы ауруды айқақтайды. Лайланған сары немесе қызыл сары пиелонефриттің басталғанын білдіреді. Қанық қызыл түс бүйректің шаншып ауруы кезінде пайда болады. Несептің түсі көп жағдайда бүйрек ауруына байланысты өзгеріп тұрады. Оның өзгеруіне нақты не себеп болғанын сараптама жасатып қана білуге болады. Несеп мөлшері қандай болуы керек? Тәулігіне шыққан несеп мөлшері несеп шығару және жүрек-қан тамыр жүйесінің саулығын білдіреді. Дені сау адамның несеп мөлшері тәулігіне 1,5-2 литрде болуы керек. Егер сұйықтықты көп ішсеңіз немесе ақуызға бай тағамдарды көп жесеңіз, онда несеп мөлшері көбейеді. Ал сұйықтықты аз ішсеңіз немесе тұзды көп қабылдасаңыз, онда несеп мөлшері азаяды. Сонымен қатар, зәрдің азаюына физикалық ауыртпалық, дене қызуының көтерілуі, іш өту, құсу, терлеу секілді жайсыздықтарда несептің азаюына ықпал етеді. Несептің иісі нені білдіреді? Егер кіші дәретке барған кезде қандай да бір иісті байқасаңыз, тексерілуге асығыңыз, өйткені иісте көп аурудың бірі болуы ықтимал. Ацетонның иісі шықса, ағзаға көмірсу жетіспеген кезде зәрдің иісі өзгере бастайды. Қанға бірнеше кетон түседі де несеп арқылы сыртқа шығады. Нәтижесінде несептің ацетонның иісі шығады. Оған ұзақ уақыт диета ұстау себеп болады. Өйткені диета ұстаған кезде тамақпен бірге суды да шектеп қоямыз. Ағза қажетті сұйықтықты алмаған соң майды, ақуызды, көмірсуды қорек етеді де нәтижесінде ағза қажетті заттарға мұқтаж болады. Дене қызуының көтерілуі, тұрақты физикалық жұмыспен айналысу, ағзаның улануы, ұйқы безінің қабынуы, қант диабет аурулары себеп болады. Аммиактың иісі шықса, ағзаның сусыздануы, көп терлеу, іш өту, құсу, несеп жолдарының суықтауы несептің иісін қышқылдандырады. Сонымен қатар, цистит, пиелонефрит, бел ауруы, жалпы жағдайдың нашарлауы, әлсіздік, құсу, тәбеттің төмендеуі, несеп жолында қатерлі ісік, туберкулез ауруы несептің иісін өзгертеді. Сасып кеткен жұмыртқаның иісі шықса, егер алкогольді ішімдікті көп ішсеңіз немесе ащы тағамдарды көп жесеңіз, онда зәрден күкірт сутектің иісі шығады. Ал егер сасыған жұмыртқаның иісі шықса, онда мына аурудың басталғанын айғақтайды. Пиелонефрит, бүйректің жетімсіздігі. Бұл ауру жалпы жағдайды нашарлатып, тері мен көздің ағын сарғайтып, қызыл екті қанатып, көрініс береді. Несеп жолдарының қабынуы, шек аурулары несептің иісін жағымсыз етеді. Дәрінің иісі шықса, бұл қорқынышты жағдай емес. Егер ампицилин, аугментин, пенициллин, цефтриаксон сынды антибиотик немесе В тобындағы дәруменді қабылдаған болсаңыз, онда несептен дәрінің иісі шығары сөзсіз. Қандай тағамдар несептің иісін өзгертеді? Пияз, сарымсақ, қояншөп, ақжелкен, карри, зіре, кардамон несептің түсін өзгертеді.